Құрметті халайық, Назарбаев пен Тоқаев халықтың есінде қалай сақталып қалады екен деп ойлаймын да. Мысалы, Назарбаев биліктен кетті ғой енді. Бірақ Назарбаев биліктен кеткенімен көзі тірі, иә? Қаңтар оқиғасы кезінде өзінің ескерткішінің қалай қирағанын жақсы біледі. Тіпті білесіздер, Аманкелді Шабдарбаев дейтін бұрын КНБ-ны басқарған адамның берген сұхбаты кезінде өз халқына өкпелеп қалды, ренжіп қалды, халқынан мұндай нәрсені күтпеді деген сияқты Назарбаевтың сол өзінің ескерткішінің тасталғанын шығып жатқан кездегі осындай іште күйінші дейміз ба, әлде халқына ренжу дейміз ба, осындай сұхбат берген болатын. КНБ-ны басқарған бұрынғы Аманкелді Шабдарбаев деген адам Аман Тасқанға берген сұхбаты кезінде. Жалпы Назарбаев биліктен кетті. Халықтың оған беретін бағасы керемет деп айта аламыз ба? Халықтың ойында, есінде керемет сақталып қалды ма Назарбаевтың? Әлде тек өзінің туысқандарының жағдайын жасаған, лайықты адамдар билікте отырмаған, қолынан іс келетін адамдар емес, тек өзін мақтаған және өзіне пайдалы болған адамдардың тасы өрге домалаған заман ретінде сақталып қала ма халықтың есінде? Қыздарының қалай билікке араласқаны, қазіргі кезде Форбстан түспей тұрғанын білесіздер. Қалай дегенмен де Назарбаевтың бағасын халық береді. Тоқаевтың да қандай билеуші болмасын, оның бағасын халық береді. Тарихта ол қалай сақталып қалады? Дарынды билеуші елдің, халықтың жағдайын ойлаған адам ретінде қала ма? Әлде ел жұртты тонаған, өзінің жеке басының мүддесі үшін айналасындағы ат төбеліндей адамның баюына жағдай жасаған ретінде сақталып қала ма? Оны тарих, халық береді бағасын. Ал қазіргі кезде Тоқаев билікте отыр. Мен ойлаймын да, негізі Тоқаев болсын, Назарбаев болсын, оған дәл қазіргі кезде көзі тірі тұрған кезде ешкім ештеңе айта алмағаны маңызды ма? Яғни әйтеуір басы аман, айналасы түгел, былайша айтқанда төбесінен құс ұшып өте алмайтындай, сондай күзеті мықты, сондай жағдай керек па? Әлде олар биліктен кеткесін, өмірден кеткеннен кейін халық керемет естелікпен айтып отыратындай, міне сондай кезінде елді осындай адам басқарып еді, сол адамның тұсында халықтың аузы аққа жетіп еді, халықтың алғыс қошеметіне бөленген болатын, халықтың арасында емін-еркін жүрді, осындай басшы болып еді деп, сондай жылы лебізбен, жылы естеліктермен еске алатындай, аты 100 жыл емес, 1000 жылдықтар бойы ұмытылмайтындай, сондай дана керемет билеуші ретінде қалған керек па? Қалай ойлайсыздар жалпы? Бұл кісілердің өмірдегі мақсаты дейміз ба, әлде болады адамда бір өмірлік, Омар Жәлел ағамыз айтпақшы, мақсат және мақсұт дейді ғой, енді мақсұт деп айтайықшы, өмірлік есте қалатындай өмірлік мақсұты, принцип дейміз бе, әлде алға қойған сондай үлкен арман, мақсаты қандай екен деп ойлаймын да кейде. Назарбаев биліктен кеткенмен көзі тірі. Халықтың арасында ол туралы айтылатын әңгімелерді ол кісі білмейді деп ойламаймын негізі. Өйткені естеріңізде болса, қаңтар оқиғасынан кейін Аманкелді Шабдарбаев деген бұрынғы КНБ-ны басқарған адам Аман Тасқанға берген сұхбаты кезінде ма, осы қателеспесем, Назарбаев өз халқына өкпелеп қалды, ренжіп қалды деген сияқты сұхбат берген болатын. Қаңтар оқиғасы кезіндегі Назарбаев ескерткішінің қалай тасталғаны шыққаны оның жүрегіне батпайды емес, батады деп ойлаймын. Өйткені елді басқарған адамның өзінің халқы сондай жек көрушілікпен ескерткішті қиратып атуы, ол кісі үшін жайлы оқиға, жайлы нәрсе деп айтуға келмес. Өйткені халқым мені жақсы көреді, халқым мені құрметтейді деген сияқты ойлап, бірақ халықтың қаңтар оқиғасы кезінде Назарбаевтың ескерткішінің қалай тасталғанын шығарғанын білесіздер. Ал Тоқаев қазір билік құрып отыр.
Тоқаевқа қандай баға беріледі? Ол биліктен кеткеннен кейін, өмірден кеткеннен кейін оны осындай Назарбаевтың қателіктерін түзеткен адам ретінде тарихта қала ма, әлде Назарбаевтың ісін жалғастырған адам ретінде тарихта қала ма? Бұл өте қиын сұрақ әрине, және философияға толы сұрақ. Негізінде көзі тірі тұрған кезінде оларға ешкім тиіспегені, ешкім жаңағы тағынан төңкеріп тастамағаны керек пе, әлде бұл адамдар туралы өмірден өткеннен кейін де 100 жыл өтсе де, 1000 жыл өтсе де сондай дана билеуші болған еді, сондай билеушінің тұсында осындай жақсы өзгерістер болған еді деген сияқты есімі ұмытылмайтындай сондай қалай мәңгілік даңқ дейміз ба, енді мәңгілік ештеңе жоқ, бірақ халықтың жадында сондай керемет атпен сақталып қалатындай, тарихта осындай атпен қалатындай дана билеуші болып қалғысы келе ме екен, әлде көзі тірі тұрғанда әйтеуір ешкім тиіспесе болды, аман болсақ болды деген сияқты мақсатпен өмір сүре ме екен? Сол нәрсе туралы ойланып отырмын да. Қалай ойлайсыздар сіздер? Қалай дегенмен де қазақты кім басқармады? Қазақта талай хандар, билеушілер, батырлар, билер болды. Оның кейбіреулерінің атын тарихта тарих түгілі өзінің жаңағы ауыл аймағының арасында ұмытылып кеткендер бар. Өзінің отбасының жаңағы айналасындағы адамдар, санаулы адамдар біліп өмірден өткен адамдар бар, ал есімі 1000 жылдықтар бойы, 100 жылдықтар бойы ұмытылмайтын адамдар бар. Әлі күнге дейін жаңағы кітап беттерінен түспейтін, мысалы Әйтеке би, Қазыбек би, Төле би бабаларымыз, Абылай хан, Тәуекел хан деген сияқты, Шыңғыс хан, Жошы хан. Енді әрі қарай айтсақ кете беруге болады. Әлихан Бөкейханов, Алаштың арыстары. Бұл кісілердің аттары қазіргі кезге дейін тарихта бар. Және халықтың бұл адамдар туралы беретін бағасы да әртүрлі. Ал Тоқаев, Назарбаев туралы, олар да билеушілер. Назарбаев та елді басқарған адам, 30 жылға жуық басқарған адам, тәуелсіздік алғаннан кейін басқарған адам, бұл адамдардың аты тарихта қалай болып қалу мүмкін сіздің ойыңызша? Біз мысалы, біздің ұрпақтарымыз, бізден кейінгі жаңағы адамдар Назарбаев, Тоқаев деген кезде нені еске алу мүмкін? Назарбаев туралы, енді ғана тәуелсіздік алып атқан елді басқарған адам. Тоқаев, оны қалай еске алу мүмкін? 100 жыл өткеннен кейін Тоқаев туралы пікір қандай болуы мүмкін? 1000 жыл өткеннен кейін Назарбаев деген адамның өмірде болғанын, оның қандай билеуші болғаны туралы қалай ойлау мүмкін? Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы туралы ойланып көрдіңіздер ма?